армысыздар, ардақты ағайын, қадірлі күй сүйер қауым. Ал енді Секен той қыласын. Шынын айтқанда, бұл сыйлық саған өзі келді, ұмтылмадың. Дегенмен бұйырған сыйлық бұйырды, қашып құтылған жоқ. Сен қашып құтылған жоқсың сыйлықтан. Шынын айтқанда. Бұл көзіме күмпілдетіп мақтай беруге бір жағынан адам ұялып қысылады. Дегенмен сен қандай мақтауға да лайықсың. Халқың, елің сені жақсы көреді, сүйеді. Кеше ғада отырар саздың 40 жылдығы өтіп жатыр, сонда барлығы айтып жатыр. Нұрғисадан кейінгі қазақтың дара күшісі осы біздің Секенде. Ұлылардың жолын жалғастырушы және лайықты жалғастырушы. Ұлылар өзі жалғыз жүре алмайды екен, оркестрмен жүреді. Баяғы сал серілер сияқты. Астанаға барса бір оркестр, Алматыға келсе бір оркестр, Үржарға барса бір оркестр. Жалпы Секеннің жүрген жері оркестр. Бұл енді бүкіл қазақ халқын күйге бөліп жүргенің үшін алты алаш саған риза. Мынау 5 күйі дейтін күйі бар, білесіздер. Оның тарихы бар. 1 жасында әкесі сол бесікпен арғы бетке өткен екен. Ал енді пәленбай жыл өткенде Секен туған кезде 1 жасында дәл сол бесікпен бергі бетке өтіпті. Сол бесік сақталып тұр. Соған мен шығарған өлеңімді. Мына жерде жасымның үлкендігінен емес, басымның үлкендігінен емес, мына күйге, мына оркестрдің орындайтын репертуарына үйлескеннен кейін шығып тұр деп есептеңіздер. Әйтпесе жасы үлкен абыройлы ағаларымыз отыр. Сол кісілердің алдына шығып кеткеніме кешірім сұраймын. Сап Секеннің 5 күйі. Мен негізі Секенге 3-4 өлең арнағанмын. Кітаптарымда бар. 3-4 дейді, 4-сі кітапта жоқ. 3-і бар кітапта. Соның біреуі. Сап Секеннің 5 күйі. Бесіктегі әкесі 1 жасында ар өткен, сол бесікпен баласы 1 жасында бер өткен. Не ғұндың қарашы, қарапайым деректен, шекараның наласы, қам мен қайғы шереккен. 1 ғасырда 2 өткен, шекараны жол бұла, бергі бетке топ еткен, құндақтағы домбыра, құндақтағы сәбиге қасиеті қонды ма, жүрмейтұғын жетекпен асау басы оңды ма, сол сәбидің сарайы, сыңғырлаған алтыннан, алтын таңның арайы жаратылған жарқыннан, сап сұлулық сап алтын, дарынның бағы алтын, сап алтынның қашанда өзегінде зар туған, кедеймісің, баймысың, жұлдыз мұсың, аймысың, түсінетін қайғысың, сап алтынның қайғысын, көңілдегі олқыны, толтыратын толқыны, асыл жүрек жолынан қалай ғана айнысың, кедеймісің, баймысың, жұлдыз мұсың, аймысың, түсінетін қайғысың, сап алтынның қайғысын. Әлі баспахананың бояуы көппеген Қарғалдақ дейтін кітап, осы 2000 жылдан бері 22 жылда жазған өлеңдерім осының ішінде өзім арналған 2 өлең бар. Сыйла тойыңа тартудың біреуі болсын. Рахмет. Той болсын.
Құрманғазының күйін серперді Ақжауын мемлекеттік камералық оркестрінің орындауында тыңдап көрейікші ағайын. Фамилия қалдыру. Сеген Тұрысбек деген фамилияның өзі мемлекеттік сыйлықтан да жоғары. Ана Тұрсын ағам тегін айтқан жоқ, мемлекеттік сыйлықтың көркін кіргізіп, беделін көтеріп жатсын дейтін. Сондықтан да айтып жатқан Мұрат ағам, Лұқман ағам батасын беріп, тілегін айтып жатыр. Мұрат ағам келіп отыр. Қошемет, құрметтеріңіз болсын ағайын.